Сәлем достар, біздің тақырып ағылшынша сандарды қалай оқимыз. Яғни оқырманымның сұрауы бойынша осы тақырыпқа тоқталатын боламын. Мен алдыңғы стористе 2006 деген мысалды көрсеткенмін. Бұл жылы 2004 дегенді көрсетейін. Бұдан бөлек те көптеген мысалды көрсететін боламын. 2004-ті 2004 болады, сонда оқырманның сұрағы and деген мысалға 3-0 болса да 4-0 болса да and деп оқимыз ба деді. Менің жауабым жоқ. 2000 дегенді мысалға алатын болса, оны кәдімгі 2000 деп қана айтамыз. Немесе бұның екінші оқу жолы where 2000 десек те болады. Және де мысалға тағы басқаша жылды алып көрейік. 1904 дек. 1904 дегенде оқудың екі түрлі жолы бар. Бірінші жолы 1000 904 болады. Екінші жолы бұл сандарды біз бөлшектеп оқысақ та болады. Мысалы 19 and 4 болады. 19 and 4 десек те дұрыс болады. Немесе 1904 бұл бізде үшінші жолы 1900 яғни 900 900 and дейміз, 0-ді and дейміз бұл жолы 4. Осылай оқысақ та дұрыс болады. Енді және де оңай түр бұл білу керек зат, яғни 21-ден 99-ға дейінгі сандарды мысалы 67 деп алайық, оны 67 дейміз. Бұның арасында міндетті түрде сызықша келеді, яғни дефис болуы қажет. Одан кейін мысалы 99 дегеннің өзінде 90 сызықша 9 болады. Бұл как ереже сияқты жүреді. Және де 5-шісіне тоқталсақ, 1543 жылды алатын болсақ, бұны да біз екі түрмен оқи аламыз. 1543-ті екі түрмен оқи аламыз. Біріншісі қиын деп айтамыз, яғни 1540 дейміз. Яғни 1543. Ал екінші жолы бұл оңай жолы оқудың, яғни 15-ті бір бөлек, 43-ті бір бөлек оқимыз. Яғни бұл жерде 15 деген 15, 43-ті 40, яғни бұл 43. Негізі оқудың осындай түрлері бар. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.